Жетінен қазір көп адам жұма күн пісірмейді, таратпайды, сол дұрыс па? Енді парыз дейтін нәрсе емес, енді бірақ таратсаңыз тарата беріңіз, енді басқаларға міндеттемеңіз, иә? Бердім 60 күн қарыз болам ба? Жоқ. Мектеп директоры сіз ба дейді. Мектеп директоры ма дей ма? Сол завучқа ұқсайды. Или районома, гаранома, сондай сағат. Қыздарға ұстаған дұрыс емес дейді үлкен ажыламыз. Оразаны ма? Жоқ, ұстай береді. Таң намазын бастағым келіп жүр, бірақ қате оқып қоям ба деп қорқамын, не істесем болады? Бастай беріңіз. Сіз қате оқып қойсаңыз да сауап аласыз. Бастай беріңіз. Баламның тұсауын кестірсем бола ма? Үшкеп қалды, болады. Таңертең, оны айттық. Қатым қалды ма, не болды? Таңертең қалай тұруға болады дейсің ба? Будильник қойыңыз, ертерек тұруға әрекет қылыңыз, дұға қылыңыз, цифазолин алсам бола ма? Болады. Бұрын тұрмыс құрған адам махыр сұрай ма? Сұрайды. Ол махыр деген қыз болып келу, пәк болып келу, девственница болып келу үшін берілмейді. Махыр саған тиген үшін беріледі. Қалың мал да сол сияқты. Қалың, енді қазір қалың мал деп отырмыз ғой, қалың мал қазақтың салты, сол махыр деп отырмыз. Қалың мал саған қыздың өзін тигені үшін беріледі. Оның бұрынғы күйеуінен баласы бар ма, баласы жоқ па, пәк па, пәк емес па, онда сен шаруаң жоқ. Саған келдім әйел бол, бол, сол күннен бұлай қарай өмірің қызықтырады. Оның бұрынғы барып келген күйеуі, бармаған күйеуі, жігіті, жүрген жігіті басында басын қатырма о жағына. Мәселе солай. Түсінде шытырман көп көремін дейсің ба? Аятыл курсын оқып жатыңыз, 7 рет. Құран қағаздар, үйреніп қойған қағаздар не істейміз, айтыңызшы. Көміп тастаңыз, суға ағызып жіберсеңіз болады. Болмаса тұра берсін, ештеңе етпейді. 12 жасар балам жұма намазға өзі барады, жақсы, бірақ сабақтан қалмасын, қол бос кезде барсын. Балама азам оқылмады сами кезінде, енді оқытсам бола ма? 9-да жоқ, керек жоқ. Құранды созып оқыса бола ма? Болады. Тісемдеуге бола ма? Болады. Бірақ Құранды созғанда сәпсем созбау керек. Құрамда спирт бар еді, дәрі жағуға бола ма? Болады. Ішіп жатқан жоқ, сол жағуға болады. Спирт болсын, болмасын. Әтірлер, әтірлер сепсеңіз, ішінде спирт болса бола береді. Баланы кіндігін көмген дұрыс па? Дұрыс. Ораза намазсыз қабыл бола ма? Жоқ па? Қабыл болады, иншалла, үмітіміз бар. Алланың рахымы шексіз. Садақаны мешітке берсем бола ма? Ықтиярыңыз. Аузымды берге асқазаным ауырып, енді қарыз болып қалдым ба дейді. Зон жұтып язбаға дәрілер қабылдап жүрмін. Қарыз боласы, дәрілерді іше беріңіз, кейін ұстайсыз, айттан кейін, жазылғаннан кейін ұстайсыз. Көктем кезде бала сүндеттеуге бола ма? Болады. Атпен шауып жүрмін дейді. Өте жақсы. Аузын ашпадым, бірақ ішіп өтіп, қызығым көтерілуде. Егер олай болсаңыз ашыңыз, емделіп. Укол салдырыңыз, егер одан түспесе, онда ашыңыз. Өйткені температура қызы көтерілген адам көп жидкіс ішу керек дейді ғой, енді сұйықтық, сондықтан көріңіз. Мешіттің ішіне қыздар кірсе бола ма? Болады. Күйеуім намаз оқиды, бірақ үй жағдайына жәрдем көмектеспейді. Мен айтам, біреуге садақа берейік десем қимайды ақшасын. Сол жағы қаншалықты дұрыс, жиі айтам, ақшаң бар ғой берейікші деп. Күйеуіңіздің айтқанын жасай беріңіз болды, ерекспеңіз. Пітір садақасын қарекет қорына берілсе бола ма? Жақсы болады. Жылан тістеп алса не болады түсімде? Сәл сөз, әңгіме, ыңғайсыз жағдай.
намазда жаңылысқан кезде ракағаттарды сол кезде оқып қайта оқып жіберу керек па? Негізі намазды шығып қайта оқыған жақсырақ, егер намазды бұзатындай жағдай болса, макрухтан жоғары болса. Ал енді сәл не болса, кемістік, онда ештеңе кетпейді. Жолға шыққанда ауыз ашсам бола ма? Болады дедік. Давлением түсіп оразамды ашып қойдым. Жазылғаннан кейін ұстауға тура келеді. Намаз оқығанда жанымда кісі қате оқып жатса, яғни күнде көретін жақын адам, қатесін айту керек па? Намазда қозғала береді, көп есінейді. Оқылауда, тағы басқа оқылауда қателіктерін байқам, жасыл көн 70 дейді. Айтқанда әдеппен айтып көруге тырысыңыз, яғни соның бір сөздің арасына, яғни о кісінің көңіліне тиетіндей қылып айтпаңыз, айтудың да бір жақсы жолы болады. Кезінде бір оқиға айтып берейін. Тура осы сияқты оқиға болып, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның екі немересі Хасан Хусейн бір үлкен кісінің намаз оқып жатқанын көреді. Ол қате оқып жатқанын көреді да, соны қалай түзетеміз деген кезде бір-біріне айтады, сен былай ал, мен былай ал деп, сол кезде алып жатқан кезде, ана кісі сияқты алған кезде, ана баласы, бауыры ағасыныкін түзейді. Сежеде мынандай қылып жасайды. Сонда ана кісі қарап тұрып, солай ма деп үйленді деген мәселе бар. Көзіме әрбіреу көрінеді ұйықтап жатқанда. Дем салдырыңыз. Жауап беріңізші маған. Түкіріп келе береді аузыма, жұта беруге бола ма? Болады. Пітір садақаны адам басына артық береді ма дейді. Жақсы, солай бергеніңіз. Түсімде енем қайтыс болды, бірақ түрі басқа ел екен. Дұға қойыңыз, Алладан жақсы ұқсаңыз. Тұсауды қандай адам кескен адам болады? Дұға бере алатын, арабша дұға білетін адам кескен дұрыс болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетінде келген, одан кейін Құранда келген дұғаны оқи алатын адам болғаны жақсы болады. Өйткені жай бата емес, бұл ішінде өмірлік санатындағы, бұл өмірге бағытын беретін дұға болып есептелінеді. 3 рет талақ айтып қайтарып алдым десең неке бұзылмай ма? Талақ деген беріп қайтып алатын дүние емес. Тұмау болса ауыз ашып жіберсек қате болады ма? Жоқ, жағдайға қарайсыз. Жағдай ауырып тұрған болсаңыз ашыңыз. Денемді анасы салама, салады, жақсы болады. Намаз бастай алмай жүрмін, не істесем болады? Бұлай жүре бересің 2030-2050-ге дейін. Соқтан бастаңыз. Ата-анамыз Меккеге баруға болмайды дейді. Бармаймыз дейді. Өзім барсам боламын, әлбетте жақсы болады. Менің жазам көшеде кетіп бара жатқан еркектерден қорқа беретін болыппын дейді, көркем. Ұрып кете ме деп дейді. Үрей бар сізде, үрейді жүректен шығару керек. Күйеуің рұқсатынсыз ораза ұстауға болмайды деген рас па? Нәпіл оразаны ұстауға болмайды, парыз оразаны ұстай беріп. Оразада ұстап отырып құрбандық шалуға бола ма? Болады. Әйелмен қарым-қатынас нашар болып жүр, кеңес берсеңіз дейді. Демек, әйелінің көңілін тыңдамағансыз деген сөз. Әйел тыңдаңыз, біраз жетектеп табиғатқа алып шығыңыз, далада жүріңіз, таза ауада біраз жүріңіз. Бірақ ақыл үйретпеңіз. Кішкене біз ана еркектер ақыл үйрете береміз де, сен мынандай болу керексің, мынандай болу. Әйел тыңдау керек, тыңдасашы, мен қандай болу керекпін деп әйелден тыңдасаң, саған правасын қаштай келді. Ода да права көп. Сол правасын айтады, соны аха жарайды деп болды, сонымен бітеді мәселе. 5 уақыт намаздамын. Сүрелерді кейбірде қате айтып қоям ба деп қабыл болмай. Жоқ. Біз пендеміз, үйдің қасында мешітке барып оқыңыз. 5 жасар баланың тұсауы кесілмеді. Мешітке имам қарымын жасап кестірсем болады. Болады. Тұмарды тақпайды дейді қазір. Тұмарды не істейміз? Өртесек бола ма? Тастаңыз. Қараңғыдан қорқамын, артымнан біреу келе жатқан сияқты қалай арылуға болады? Бұл үрей болып табылады. Бұл үрейді қарап көру керек, не нәрседен болып жатқан. Ауырған адамға больницаға бармай-ақ мешітте отырып молда дем сала бере ме? Барып оқы. Барғаны дұрыс. Ораза кезінде қатты ашуланса ораза бұзыла ма? Бұзылмайды, бірақ сауабын кемейді. Өйткені сіз ашуланғанда көп артық сөз сөйлейсіз. Тамағым ауырып, мұрным бітеліп тұр. Мұрныма бітеліп тұр. Мұрнымнан бірақ ештеңе шықпайды. Тамағымда тұрады. Оразам бұзылады ма дейді. Жоқ, бұзылмайды. Мұсылманша неке қиылмаса бола ма? 22 жыл болды қиылмаған, ештеңе етпейді. Қидырып алыңыздар, қосымша жақсы болады. Қатым Құранды 40 күн оқу керек пе? Жоқ. Енді деңгейі, білімі солай, сауаты солай болса 40 күн оқиды.
одан да ұзақ оқуы мүмкін. Яғни жағдайға байланысты да, оқу сауатына байланысты. Жақсы оқитын қарилар бір 3-4 күнде оқып тастай алады. 3-4 күнде оқып тастай алады. Алланың қалауымен орамалға келген едім. Өте жақсы. Анам қатты қарсы болып жатыр. Қиын жағдайдамын дейді. Мейірімдік күшейтіңіз. Өзі Алланың жолына жақындаған адам сынаққа дайын болу керек. Сізді ешкім құтты болсын, орамалға келіпсін деп маңдайынан сүймейді. Бұл солай өзі. Діннің жолы солай. Сені чұқиды, сен күресесің, сен кемелденесің. Егер Алла тағаланың жақсылығына жақындағанда саған ответный адамдардан таяқ келсе, онда Алла сені осы жолыңды сынап жатыр деген сөз. Қаншалықты сенде бұл Алла үшін келгенсің. Орамалға адам Алла үшін келу керек. Намазды Алла үшін ұстау керек. Оразаны Алла тағала ризалығы үшін ұстау керек. Адамдар айтты, адамдар сен ой бұнікі дұрыс емес, сенікі қабыл емес деп айта береді. Сен не істейсің? Сенің ол табаның астына келмеу керек. Айтады. Сен ойлайсың ғой, пайғамбарды айтпаған. Пайғамбарды да айтқан. Бір күні Мұса пайғамбар айтты, мен қойдым депті. Осы пайғамбарды қояйыншы, надоел депті. Елдің бәрі артынан жаман сөз айтады, ұста ала деп айтады, бүйтіп айтады, сиқыршы деп айтады, мен тастайыншы депті. Соны Алла тағала айтты, Мұса, ел менді айтып жатыр депті Құдайды. Қалай десе, баласы бар, Иса деген баласы бар, Мәриям деген анасы бар деп айтып жатыр депті. Мен шыдап жатырмын ғой депті. Сол сияқты Алла тағала шыдамдық берсін, жан. Бір апта болды қойып жүрмін, әлде сұрағым шықпай тұр ма дейді. Осыма сұрағыңыз жазып еді. Сұрақ жазғанда оқып қоятын қарындасым. Соңғы кезде ашушаң болып кеттім. Бұл сынақ па, бұл күйеуімнен аяқ астына жасап, бұл аяқ асты не жасаймын дейді. Күйеу ма? Іштен етпейді, жақсы дұға қылып қойыңыз, Алладан сұраңыз. Бұл да сынақ. Бірақ бізде қызықта, мысалы сіздің жақсы көрмейтін адамдарыңызға, жек көрген адамдарыңыздың басына бір қиыншылық келсе, біздің адамдар бүйтіп айтады. Құдайдың жазасы дейді, сауап болды. Құдай да біледі кімге жіберу керек екен дейді. Сондай қиыншылық сізге келсе, не айтады? Менікі сынақ дейді да. Неге біреудікі жаза болу керек, Құдай ұра беру керек, неге сенікі сынай беру керек? Жоқ, олай емес. Сенікі де жаза болуы мүмкін. Әйелінен ақша тығу дұрыс па? Егер әйелі шаша берсе дұрыс. Ертең мешітке барсақ келіңіз. Аяғыма ауыр, ораза ұстауға бола ма? Жақында білдім, оразам. Ситуацияңыз қандай, ахуалыңыз қандай? Өзіңізге қарап көріңіз. Талақ туралы айтсаңыз дейді. Талақ деген ұзақ тақырып. Еркек адамның әйелімен ажырасуы. 3 жыл болды сұрақ қойып жүргеніме. Ерлан, кешірім сұраймын. Түсімде Меккені көрдім дейді. Күшті белгі, иншалла барасың, Құдайым берсе. Бізде 29 күн, басқа елдерде 30 күн. Көп жерлерде 29 күн іштен етпейді. Орамал деген арабтікі. Түсімде 2 минут бірге бұрын аузымда сындықтан қауіпті жағдай. Жүкті менен емізетін әйелдер жылдар ұстамаған оразаны қарызын ұстау керек. Саламатсыз ба, жолдасым екеуміз екі жақтамыз. Қызым сағынып іздейді. Ол басқа келіншектермен сөйлескенге мәз, сабырлық күтіп шаршадым дейді. Сөйлесу керек, үлкендерді қосу керек, ақылдасу керек. Бұл мәселені әлбетте сіздің ақыңыз бар, талап етуге, бірақ дау қылмай, дұрыстап отырып сөйлесу керек. Душқа түскен ғұсыл алған болып есептеледі ме? Тап солай. Бір секунд, кешірім сұраймын. Өлараның адамға әсері бар ма? Ол күндері нені білу керек? Дұға қылған, біздің салтымызда да бар. Қайда бала? Сәлеметсіз бе, мереке құтты болсын, жаңа құтты, амин. Ассалаумағалейкум. Дәретсіз мадақ айтуға бола ма? Болады.
ренжіген қайда кетті? Ренжіген адамыңызға біреуге ренжитін болсаңыз, сол ренжіген адамның жіберуге тырысыңыз, жақсылығын ойлауға тырысыңыз, бұл жеңуге жақсы болады. Егер болмайтын болса, Алланың сізге деген ренжісі болып қалуын ойласаңыз, иншалла кешіріңіз. Бұл ең оңай жолдар. Тағы басқа техникалар бар, оны жеке жазып жіберейін. Шілде мен қыс айындағы дейді, оразаның сауабының айырмашылығы бар ма дейді, әлбетте. Түрікке күйеуге шығуға бола ма? Болады, бағың ашылсын. Тараух намазының жолдасым жұмыс жасамайды. Жұмыс жаса десем, мені қарғайды. 5 баламыз бар дейді. Сұқырдан ұйықтап қалдым, не істеуге болады? Жалғастыра бересіз, тамақ ішпеңіз болды. Күйеу ондай болатын болса, еркіне қойыңыз. Оның қарғысы өзіне, бірақ жасамаңыз. Кішкене еркіне қойыңыз, тыныштық беріңіз, сана келетін шығар, тынышталатын шығар деген мәселе. Шәуәл оразасы қашан аға? Рамазан бітісіменен шәуәл басталады. Айт шәуәлдің бірі болады. Шәуәл солай болады. Жесір ана жайлы не айтасыз? Құранда не делінген дейді. Жесір адам не дейді енді? Жесірді қазақ қорғаған. Құранда бұл әйелдер шын мәнінде ерекше дараланған. Бірақ дараланған деген сөз космосқа ұшып кеткен деген сөз емес. Яғни бұған ренжітуге болмайды десе, жаңағы басқа қыздарды ренжіте беруге бола ма не? Жоқ, ондай емес. Жесір адам шариғат бойынша 4 ай 10 күн сол үйдің келіні болады. Бұл туралы Құранда нақты бар. 4 ай 10 күн сіз күтуге міндеттісіз. Енді қазақ болғаннан кейін біздің өзіміз салтымызды қосамыз болған. Сонда не болады? 1 жылға дейін сіз сол үйдің әулетін түтетесіз. Ешқайда шықпайсыз. Сіз кәдімгі күтесіз. Содан кейін барып ары қарай балаларменен өзіңіз білесіз. Еркіңіз өзіңізде болады. Қайныңызға шығасыз ба, басқа бір одноклассникке барасыз ба, басқа күйеуге шықпайсыз ба, сіз өзіңізді, ықтиярыңыз өзіңізде болады. Жанған Құран кітапты көрсе не болады дейді. Күнә істеп жатқандарыңызды көрсетеді. Ішіп отырған, қонаққа барғанда ішіп отырған, отырса қалай, не істеу керек дейді, не істейміз. Айтасыз, ішіп отырғандарға амандасасыз, жақсы дейсіз, тұрып кете бересіз, күліп ойнап, қарғамай, боқтамай, өріп қағылар деп айтпай, солай жасайсыз болды. Сондықтан сиқыр қанша уақытта кетеді? Әрқалай оқыған адамға байланысты. Ассалаумағалейкум, имамға үйіп оқығанда ішіңнен Алладан сұрап тұрсаң бола ма, әсіресе тарауих намазда? Негізі үндемей тұру керек, үндемей тұрғаныңыз қайырлы болады. Хиджаб кию шариғатқа қарсы жоқ, тек араблар күннен сақлану үшін оранған деп естідім, сол қаншалықты дұрыс? Жоқ, хиджаб деген ол арабша сөз, бірақ аналарымыз жалаңбас жүрмеген, бізде орамал болған, байлауыш болған, кимешек болған, сол. Аты арабша хиджаб, хиджабты қорғану. Ал енді бізде орамал болады. Түс шуған кезде қан шықса дәрет бұзыла ма? Қан көп болса, қызарған көп болса бұзылады. Ораза айында ораза ұстап, ораза біткен соң ішімдік ішу дұрыс па? Ішімдікті не только оразадан кейін ішу дұрыс емес. Ораза кезінде де басқа уақытта да ішу арам болады. Отбасын сақтау үшін шыдап келем. Ерім ұрысқа, үйір, не істесем болады, дуа бар сияқты сезем дейді. Бұрын өте күшті едік. Адам бірден өзгеріп кетсе сондай болады. Сиқырдың әсері деп айтылады. Система алдым, ораза ашылды ма дейді. Жоқ, ашылған жоқ. Анализ тапсырса бұзыла ма? Бұзылмайды. Денсаулық нашарлап бір күн ораза тұтпады, неше күн қарыз болады? 1 күн қарыз боласыз. Жуырда умра құжығына бардым. Түсімде қайтқан көрмеппін. Оқып үлгермедім, кешірім сұраймын. Қақырық жұтса ораза бұзыла ма? Бұзылмайды.
түсіме қайтыс болып кеткен әжетайым атам кіріп жүр, дұға қылыңыз дәметкені деп айтып қояйық. Ораза ұстап жүріп ауыз ашқанда арақ ішеді, сол дұрыс па? Оразалар қабыл болмауы мүмкін. Әлбетте дұрыс емес екенін өзіңіз де білесіз, ол арамды арам деу керек. Бұл жерде енді бір сөз айтудың өзі қиындау. Сүннет намаз неге тез оқиды парызға қарағанда дейді. Жоқ, ол емес, адам бір қалыпты оқу керек. Тез оқығанда қате кететін болса, намаз қабыл болмай қалады. Мейлі сүннет болсын, мейлі парыз болсын. Жол жүрдім, аузымды ашып жібердім, қарыз бола ма? Жол жүрмей тұрып, үйіңізде отырып, аузыңызды ашып жіберсеңіз, онда қарыз боласыз. Жолға шығып кеткеннен кейін, ұзағаннан кейін барып ашсаңыз, онда ықтиярыңыз. Мұбақ болады. Бірақ біздің қазіргі сапарлары баяғы сапар сияқты емес, дегенмен ұстағаныңыз жақсы болады. Имамдарға үй салып жатыр, ақша жинап. Имамдарға емес, ол мешітке салады, өте жақсы пітірді берсеңіз болады. Дұғаны жаяу жасап, жаяу жүріп барып жасаса бола ма? Болады, бірақ қолды жаюдың керегі жоқ. Дұғада тек қана қол жай деген сөз жоқ. Жүрегіңізбен дұға оқып кете беріңіз. Автобусқа кетіп бара жатып, қолыңды жайып, шалынып құлап қалып, басыңмен айланып қадалып қалмау керек. Сондықтан дұғаны обязательно қол жайып сұрамайды, жүрекпен сұрап кете беріңіз. Ауызды жыбырлатпай, ойыңызбен де айтсаңыз да бола береді. Сиқыр толықтай кете ме? Кетеді, бірақ қайтып келмес үшін өзіңіз сақтануыңыз керек. Өзіңіз тиісті дұғаларды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйреткен, сүннетінде келген, Құранда келген дұғаларды оқыңыз. Көңіл күйіңіз жоқ қой дейді, кішкене ауырып мазам болмай отыр. Аян берген есімді обязательно қою керек па дейді. Ондай үкім жоқ, бірақ біздің қазақ халқы осыны арымдаған, осыны қастер тұтқан, баланың ат беруіне өте көп жіті мән берген қазақ салтында. Сондықтан қойғаныңыз дұрыс болады. Сиқырда қалай құтыламыз? Аят дұғалармен, таза Аллаға деген сеніммен құтыласың иншалла. Алейкум ассалам. Тахаджудтан кейін сәресте тамақ ішу дәретті бұза ма? Жоқ, тамақ ішу дәретті бұзбайды. Маған ешқашан жауап бермейсіз. Мен жауап бердім. Бүгін айттық, Рамазан айында қайтыс, оқыстан қайтыс болса, жәннатқа кіреді деген рас па? Алла біледі. Алла өзі біледі. Оны жәннатке Рамазанда өлгендердің бәрі кіре берсе, өмір басқаша болады. Аллах Тағала Алла жүрегіне салсын. Амалы қабыл болсын, жақсы амал болсын. Адыраспан түскен кезде ауыз ашылып кете ме дейді. Жоқ. 9 жас бала мешітке барса бола ма? Ешқандай проблема жоқ. Намазды енді, оразаны енді ғана бастап жүрмін дейді. Сауды пышақпен кесе ме, қайшымен кесе ме дейді. Қайсы өткір болса, сонымен кесе береді. Тістейім деді, сауыз ашылама, жоқ ашылмайды. Февраль айында жолдасым өмірден өтті. Февраль айында өзіме келе алмай жатырмын. Сіздің қайғырғаныңыздан жолдасыңызға пайда жоқ. Және қиналғаныңыздан жолдасыңызға жеңілдік келіп жатқан жоқ. Өзіңіздің денсаулығыңыз құрып жатыр, өміріңізге қиыншылық келіп жатыр. Плюс жолдасыңызға да салмақ болып жатыр. Шын жақсы көру қайғыруды көрсетпейді. Шын жақсы көру өмірді бейімдеп ары қарай алып кетуді көрсетеді. Содан қалған балаларды аяққа қоюға сонымен өлшенеді. Жерлеуге неше жастан баланы, ұл баланы апаруға болады. Ақыл тоқтатқан кезден. Биыл 14 жаста, биыл бірінші рет ұстап отыр дейді. Жақсы ғой. 14-ке келгенде балаң ораза ұстаса, 15-те сізге бақытты күні келеді. Егер 14-інде ұстатпасаң, 15-інде уайым келеді. 16-ында сізді тыңдамайтын болады, 17-інде ары қарай өзім білем дейтін болады. Сондықтан 14-інде ұстатсаңыз жақсы, 13-інде ұстатқаныңызда одан да жақсы болар еді, 13-те келсе, 12-ке келсе, 13-те отағасы болып қалатын еді дегендей қазақтың неғұрлым ерте бастағаны жақсы. Ол аштықтан өліп қалмайды адам.
Адам асқазанын құртып алмайды. Сіздер ана аузына тыға берсем балам жақсы болады деп ойлайсыздар ғой. Балам аш қамау керек, аш қамау керек. Сен өзің бала кезінде аш бір нан болып жегенің есіңде ма? Кейде нан жемей қара су ішпей, арықтағы су ішіп өлген жоқсыз ғой. Қандай азамат болдыңыз? Қазіргі балалардың аузына тығып жатырмыз, содан жақсы болып жатыр деп ойлайсыздар ма не? Жоқ, олай емес. Аузына тыға бергенде мына аузына прикустың өзі дұрыс болмай жатыр балалардың. Мына ауызға тыққан кезде мәнін ана аштыққа сәл үйренбеген бала ертең тоқтықтың қадірін білмейді. Сондықтан ерте көп бастау керек. Топырақты жеу күнә ма, пожалуйста, айтыңызшы. Жоқ, егер дәрі жетіспесе, витамин менен топырақ, ана медицинский кесектер болса, оны жесең болады. Бірақ асфальтты ойып алып жей берсең, машиналар авария болып соғысып өліп қалады жаным. Бәрі-бірімен қазып, карьер қылып тастасаң, көрінген жерін бәрін жеп, үйдің алдын бәрін қазып, үйдегілердің бәрі қисайып, үйдің бәрі фундаменттер қисайып жатса масқара болады. Бұл жақсы нәрсе емес. Өзі қарап көру керек. Ал енді витамин жетіспеген болса, докторға барсаң, эндокринолог, басқа да диетолог, врачтарға барсаң, саған айтады, саған мынандай витамин жетпей жатыр, ей балам дейді. Анализ өткізесің, айтып береді, мынандай витамин іш дейді. Болды, сонымен проблема бітеді. Не қыласың? Таза емес топырақ жеп, ішің бәрін құртып. Ол баяғыда жеген, ол түгі жоқ болған ол кезде. Асфальт жаңағы не жеген. Қазір өзі асфальт жегендердің өзі қамалып жатыр. Вообще топырақ жеген жақсы емес. Топырақ, асфальт жегендердің біразын түрмеге қамап тастады. Жаңағы финполиция, КНБС қосылып. Сондықтан айналайын, жеме ештеңе. Өз аптекада бар нәрсені жеші өзі. Телевидением бар, кішкене осылай ауырып қалатынымыз бар. Айып етпеңіз, тұра алмай қалдым. Тұра алмай ғана басымды көтердім. Эфирде бүйтіп солпиып отырғаным сіздердің де жүрегімді ауыртып, өзім де жүрегімді ауырта алмадым. Сондықтан айып етпеңіздер. Ұйықтаған жоқпын, бірақ сәл ауырып қалдым. Мазам болмады. Ұрыспаңыздар. Сәлесінде жазып жіберіпті тағы да. Сәлесінің бытшысын шығардыңыз, не мынау деп. Жақсы, ол бір жағы жақсы. Сіздердің сол ниеттеріңіз маған күш қуат береді, Алла разы болсын. Зікір айтуға бола ма ертең кіргізді? Айта бер, айналайын. Айта бер. Қанша көп айтсаң сонша жақсы. Алла шипа берсін дейді. Амин. Мен дұғаттаған кезде ылғи жылап қоя берем. Сол жағын ойлаймын. Жақсы? Жақсы. Қайда жаңа балам? Сурет бар? Сіздің көріп тыңдайтынмын да. Бұл жауаптарыңызға жауап. Сурет көрсем дейсіз ба екенсіз? Ай бәрекелді. Алла разы болсын. Жақсы. Алла разы болсын. Тағын ба сөйле. Sen balağın altında üstünde. Aslan. Кешірім сұрайын. Сіз неге маған не отвечаете дейді, ана айтпесе. Вот же отвечаю. Весь внимание. Қырғызстан Республикасында өтетін
достаточной мере я считаю, что знаю русский язык. Русский литературу тоже очень хорошо изучал. Гепатит бар адам ораза ұстаса бола ма? Гепатиттің қай түрі және қай санатындасыз? Мәселе осыда. Гепатит болады разный. Соған байланысты. Егер гепатитіңіз сіздің дәрі ішуіңізге, постоянно күтімде жүруіңізді талап ететін болса, онда сіз ораза ұстай алмайсыз. Добрый день. Мүшел жас туралы айтсаңыз, мүшел жас ұлтымыздың бір үлкен дәстүрі, халқымыздың салты, санасы, бұл жақсы нәрсе. Бұл адамның өмірін бағыттау, өмірге бағыт құру. Жақсы сөз сөйлеу үшін үндемеу керек па дейді. Жақсы сөз сөйлеу үшін жақсы сөздерді қорға қосыңыз. Мысалы айтайық, Абай атамыздың матал мәтелі, даналықтарды, ұлағаттарды, нақылдарды сөздер қоссаңыз, өзі реттеледі. Сақыр бар болса, сақыр болғанын ұстау қиын. Сұрайын дегені, менің 2 балам ай сайын ауырады, дәріден дәрі, антибиотиктен уже шаршадық, емдеп балаларымызды, бірақ бәрібір ауырады. Қандай мәселесі? Дем салдырыңызшы, рухия оқытып көріңізші балаларыңызға. Түсінде қара иттер көремін, өзім жынмен ауырамын, сонда емделгенім қазір мазалауы мүмкін бе дейді. Ақидаңызды сенімді реттеңіз, сеніміңізді кітаптар жақсылау оқыңыз сенім туралы, одан кейін жаратқан Аллаға сенуді күшейтіп, намазды күшейтіңіз. Бүкіл жын шайтанға, қысылу, бастырылуға барлығының жауабы намазда. Можно ли тому, кто держит пост, ходить в кафе и караоке? После разговения, мне кажется, даже во время разговения все нас приглашают в кафе, в этом проблем нет, я считаю. А относительно караоке, знаете, вот нам лучше сходить в таравих намазе, вот это будет караоке для вас. Даже если после таравих намаза у вас время остается, ну, если вы такой творческий человек, я считаю, в этом проблем нету. Вообще, сам по себе казахский народ считается творческим народом. Песнопения, если они сопровождаются, допустим, национальным фольклором, если там собираются только мужчины, поют национальные песни, наши дети обучаются к этому, в этом плохого нету. Но если вы поете всякую, что не подобает мусульманину, конечно, это будет запрет на харам. Мен оқыншы дейді, оқыдым. Наурыз құтты болсын дейді, барша елге амандық болсын, қуаныш болсын. Қайтыс болған әпкем түсіну, Құран оқыңыз дәметкені болып табылады. Күйеуім оразада, бірақ боқтық сөздер айтады, сауап азая береді. Сіз боқтыққа көтеріппеңіз оны. Бірақ сонда да жаңағы боқтап атса, сауап азайып өзі жауап береді. Киілген киімді мешітке берсек бола ма? Мешіт не істейді ол киілген киімді? Киілмеген киімді берсеңіз болады. Каждый раз ауыз ашатын кезде уақытта дұғамды ұмытып қаламын, не себептен дейді. Тамақты жақсы көргеннен, анан жейін ба, мен жейін ба деген кезде басың айланып, шәріктердің бәрі бір-бірімен чатысып, не оқып, не қойғанын білмейсің, онда қазақша айта бер. Арабша жаңағы Аллахумма лака сумту ва бика таваккалту ала ризқика афтарту деп айтуға шатасып сәресіндегі дұғаны навайту анасума деп оны шатастырып быт-чыты шығып, адам өлген кездегі дұғаларды тірілерге оқып, тірілердегі дұғасын өлгендерге оқып, тамақ көрген кезде көзің атысып кетсе, онда лучше қазақша айта бер. Или лучше жеп алып оқы. Әбден жеп ал, содан кейін дейсің ғой, сөзді оқы. Бола береді кезде оқысаң да. Ең қыдасты күліп қойды, жүре берді болды. Ара сана берсін оған. Хайыздан басқа дейді. Медицина проблемаменен келген қан оразаны бұза ма дейді. Бұзбайды. Егер медицина өзіңіз айтып тұрсыз ғой. Хайыз ғана бұзады, хайыз болмаса бұзбайды. Хайыздың әдетін жаттап алыңыз, 3 күн мен 10 күн, 10 күннің арасында асатын болса, енді кейбір детальдары бар, кейбір детальдар бұзатын жерлер кездеседі. Енді оны жекелей жазған дұрыс болатын шығар. Енді тікелей эфирде бәрі сіз айтып отқанымыздар келмейтін шығар. Намаз оқымай ораза ұстаса, намазға жауап береді, оразасы қабыл болады деп айтамыз. Қарызды қайтармау жаман ба? Жаман.
өтініш жауап бола ма? Болып тұр. Иістен ораза бұзыла ма? Негізі бұзылмайды. Бірақ темекі шегетін, арақ ішетін адамдар сол нәрсесін ескерсе бұзылады деп айтамыз. Әйел адамға мүше жасын садақаны ақшалай берген дұрыс па? Дұрыс болады. Күйеуі әйеліне намаз оқуға рұқсат бермесе бермей қойсын. За рулем едім дейді. За рулем вообще сообщение жазбаңыз. За рулем жолға қараңыз, бізді қарамаңыз. Әлі. Түсімде жын шайтан көріп шошып ояндым. Дем салдырып қойыңыз, өзіңіз аятты оқыңыз. Аллаға мадақ дегенде үлкен әріппен жазыңыздар. Бірақ темекі тартады, иіс бола ма? Темекі шеккен адам бір бөлмеге шексе, күндіз, сіз сол бөлмеге кірсеңіз, темекінің иісі мұрныңызға келсе, ораза бұзылмайды одан. Әкем умраға барып келді дейді. Келген соң әкемді күнде умрада жүргенін көрем дейді. Ел біледі, тамаша, дұғасы қабыл болсын. Алла сабыр берсін, амин. Осы дәрет алдында дәрет алу керек па? Ғұсыл алдында алған жақсы болады, мұстахаб болады, алған дұрыс. Бірақ прямо жуынып кетсе де бола береді. Бірақ дәрет алғанда аяғын жумайды. Ясин сүресімен оқып едім, дем салдырған күні өзі оқу керек дейді, бір молда бұл қаншалық дейді. Түсінбедім.